Америкадағы ең арзан дүкеннің кез келген заты $1 тұратын, сіз білдіңіз бе? Ол жақтан киім және басқа да барлық заттарды табуға болады. Мен сол магазиннен біраз зат алып қайттым және сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші алған затым ол сабын салғыш. Өте сүйкімді жасыл сабын салғыш менің ванна бөлмеме өте жараса кетті. Келесі ол алфавит, ұлыма арналған ағылшын тілін үйренуге өте қолайлы зат екен. Үшіншісі фильтр. Бұл фильтр суды өздігінен тазалап және кез келген жаққа алып өзің ішіп жүре беруге болады. Ішінде өзінің встроенный фильтр бар. Фильтр оның ішінде орналасқан екен, оны да ашып сіздерге көрсетейін. Және қалай орналастыратын қысқаша көрсететін боламын. Міне осылай. Ары қарай су құйып алып жүре бересіз. Келесі зат ол пикникке арналған қажетті құрал жабдықтар. Ішінде тарелкалар, кішкентай және үлкен, салфеткасы, ойыны және де бір реттік қолданбалы стакандары бар, вилкасы. Өте ыңғайлы, 20 штуктан тұрады. Келесі салфетка салғыш, пазл, 500 термо кружка. Қолыңа кофе құйып алып жүруге болады. Келесі пульсоксиметр. Барлығымыз ковид кезінде танысқан болармыз. Келесі ол кішкентай жолға алып жүретін крем салғыштар. Өте ыңғайлы, кішкентай 100 мл. Жұмсақ, қысуға ыңғайлы, сүйкімді, түрлі түсті құрал жабдық. Келесі соңғы алған затым ол әрине адаптер. Переходникті бұл жақта мен алғаш келгенде барлығын $5 алған едім. Бұл жақта небәрі $1 және ішінде 2 штук зарядчигімен бірге екен. Және бұл магазиннің атауы California Bean Store.